Қайырлы күн баршаларыңызға. Біз нағыз ата жұрт қазір Үржардамыз. Үржар Махашы төңірегіндегі туысы қамалғандар, сотталғандар және лагерде азап шеккендер және жер мәселесі бойынша төлемақы ала алмай жүрген қандастар болса, бізге хабарласыңыздар. Дәулетжан Шаймұран телефон нөмірі 8701 178 68 68. Менің телефон нөмірім 8772805878. Бізге хабарласыңыздар. Бүгін ертең осында боламыз. Үржар Махашы төңірегі хабарласыңыздар. Ешқандай қазақ менің жоғымды құтқарады, жерім ақша алып береді, Қытайда туыстарым қамалған босатып береді деп мына Гүлжан Зузуртқа сенбеңдер. Олар еш амал таппағаннан кейін елді аралап ақша табудың жолына түсіп жүр. Алдындағы 10 мың арыздың жауабын сұраңдар. Сол арыздарды қанағаттандырсын бірінші. Қай қазағыңды құтқарды? Қай туысыңды құтқарды ғане? Құтқарған болса айтыңдар. Мені мына туысым осы Гүлжанның арқасында құтқарылып келген деп. Әйтпесе өтірік шындай ақсақты тыңдай қып, елді аралап, халықтың арасында не бетіменен арыз жинап жүр. Кімге тапсырмақшы бұл арызды? Алдыңғы тапсырған арыздың есебін бер деп біз айтқалы 2 ай 3 айдың жүзі болды. Жоқ, бірде бір арызға жауап жоқ. Онда енді арыз жиып не қылмақшы? Шығыс Қазақстан облысындағы жалпы есі бар қазақ бұларды қуып салыңдар. Өтірікшілер, зомбилер, халықты алдаушылар, халықтың арасына кіріп алып, осындай арыз жиямыз деген сылтауменен елге жақсы аттанып, өзін нағыз ата жұртпыз деп көрсетіп, айланып келгенде халық тақырға отырғызушы. Қытай мен қызылдан балды бірге киіп жүр бұлар. Сондықтан осыған да сендердің шамаларың, саналарың жетпей ме қазақ? Оян қазақ, орныңнан тұр. Бұндай салдақыларға, бұндай екіжүзділерге, бұндай қазақты алдаушыларға леспеңдер. Лессеңдер өз обалдарың өздеріңе. Тағы да беріңдер онда ақшаларыңды, қалталарыңды қағыңдар осыларға. Осылардың жолында жандарың құрбан болсын. Қане көрейік, кімнің басына жұмақ орнатқанын, кімнің адамын құтқарғанын. Шындыққа келгенде, ең шешуші кезеңге келгенде, қазақтан тайқып шығып, Қытайдың өзіне түсеміз деп, ең шешуші кезеңге келгенде, нағыз арыз беретін адамдарды ауызға қағып, қорқытып, үркітіп, енді Гүлжан басыменен не іздеп жүр Үржарда? Ұят емес пе? Бетсіз сола. Ұяттан жұрда екесің Гүлжан сен. Сенен басқа қатын болса ендігі артын қысып, үйінде отырады.